Бірақ енді біз сол ескі майын тексерейін деп жатырмыз. 6000 километрда қандай жаңағыдай өзгерістер пайда болды. Мысалы мынандай құрылғымен тексерсек, мына жаққа салмақ қосып отырамыз. Біреу тұр, айналып отыр. Екеу. Төртеу болды. Тоқтады. Тоқтап қалды. Яғни 4 мынандай не салдық. Тоқтап қалды. Енді жаңасын құямыз. Оны көреміз қалай болады екен. Қаншалықты жаңағыдай майлау қасиеті 6000 километрдан кейін өзгеріп кетті. Енді мына ескі май мына жақта тұр бізде. Мынау бізде жаңадан құйылған